көшеміз. Сіздер қазан айының аяқталды, енді қараша айынан бастап Құдай қаласа мектепке практикаға барасыздар. Практикаға барған кезде осы қазақтың оқу әдістемесі пәні бойынша тыңдаған дәрістеріңізді практикада іске асыру керек. Яғни қазақтың оқытудың тиімді әдістері бар, дәстүрлі әдістеріміз бар, интерактивті белсенді әдістеріміз бар. Заманауи талапқа сай бірнеше жаңа әдістерді меңгердіңіздер. Қазір соны практика жүзінде 8 сынып оқулығы бойынша мінекей оқулық біздің қолымызда мектеп баспасынан жарияланған қазақ тілі мен әдебиеті оқулығы. Осы оқулықтың кез келген тақырыбын алып, біздің 4-ші курс студенттеріміз практикаға барған кезде сабақты қалай өтеді, соның сабақтың элементтеріне сәйкес, айталық кезеңдеріне сәйкес үй тапсырмасын тексеру кезеңі бола ма, жаңа тақырыпты түсіндіру кезеңі бола ма, кері байланыс жасау кезеңі бола ма, рефлексия бола ма, осының үзінділерін қазір көрсетеді сіздерге. Ол бір. Екіншіден, біздің студенттеріміз жақсы біледі, 4К моделі негізінде құрылады біздің сабақтарымыз барлығы. Яғни бұл креативтілік, яғни шығармашылық, қарым-қатынас, коммуникация, коллаборация дегеніміз сотрудничество және критическое мышление, сыни тұрғыдан ойлау. Мінекей осы 4К моделі тұрғысынан әрбір сабақта осы тұрғыдан келеміз. Қазір кім? Аяжан, бір элементін көрсетіңіз студенттерімізге, соның соң талдайық, қалай болған абзал, мынау фишбоун әдісі, попс әдісі деген сияқты 5 саусақ әдісінің түрлерін солардың кезең-кезең бойынша қалай пайдаланамыз, қалай іске асырамыз, осыған назар аударайық. Жақсы? Жақсы, рахмет апай. Қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі тамаша ауа райымен бірге тамаша көңіл-күйде сабағымызды әнұранымыздан бастайық. Жақсы балалар, енді біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы демеулік шылаулар және тарихи тұлғалар тағылымы. Ең алдымен сіздерге демеулік шылаулар жайлы түсіндіріп өтейін. Демеулік шылаулар деп отырғанымыз сөзге немесе сөйлемге күшейту, тежеу, шектеу, болжам мәнін істеу мақсатында қолданылады. Және де бұл демеулік шылаулар әрқашанда септеулік және жалғаулық секілді сөздерді де, сөйлемдерді де байланыстыра алмайды. Яғни сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді күшейту, болжау, тежеу мақсатында мәнінде қолданылады. Демеулік шылаудың ішіндегі сұраулық демеуліктер ма, ме, ба, пе, па, пе және де жетек сұрақ қолдану барысында біз ше қосымшасын қолданамыз. Мысалы, алайын анасын ба, мынасын ба. Бұл жақта біз ба, сұраулық демеуліктерін қолданып тұрмыз. Күшейткіш демеуліктер а, ау, ай, әсіресе, да, де, та, те қосымшалары арқылы жасалынады. Мысалы, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тап та бар қалан. Бұл жақта біз тап күшейткіш демеулік шылауын қолданып тұрмыз. Келесі балалар, сіздерге сұрақ, тарихи тұлға дегенді қалай түсінесіздер? Кім жауап береді? Сіз жауап беріңіз. Тарихи тұлға дегеніміз ол тарихта аты қалған тарихи ғұлама ақындар.
тарихи оқиғалардың кезінде әртүрлі шығармалар жазылған, яғни шығармалар осы күнге дейін жеткен тұлғаларды тарихи тұлғалар деп атаймыз. Жақсы. Сіз? Тек қана ақындар мекен деп те қоюға болады. Біріншіден тұлға дегеніміз ол тарихи өлшем дегеніміз, ал тарихи тұлғалар дегеніміз тарихта елге орасан зор бір еңбек сіңірген адамдар, олар немесе бір жауапкершілікті өз мойнына алған адамдарды халықтың өзі тарихи тұлға деген атау береді. Жалпы тарихи тұлға дегеніміз өз тағдырынан ел тағдырын биік қойған адамдар деп болады. Оған мысал келтіре отырып, Исатай Тайманұлы, Махамбет Өтемісұлы, өзіміздің Әлкей Марғұлан, Әлихан Бөкейханов атты өзіміздің батырларымыз айтсақ та болады. Өте жақсы. Енді қыздар, біз осы тарихи тұлғалардың ішінде Махамбет Өтемісұлына тоқталатын боламыз. Жалпы Махамбет Өтемісұлының өлеңдерінің өлеңдеріндегі басым көпшілігі қандай тақырыпта деп ойлайсыңдар? Айта ғой. Махамбет Өтемісұлының өлеңдерінің басты тақырыбы ол батырлар жыры туралы. Және де көп өлеңдерде соғыс туралы оны сипаттап, мән-мағынасын келтіріп жазып қалдырған. Жақсы. Айта ғой. Жалпы Махамбет жырларында ең алдымен өзінің батырлық жырлары және де өзінің соғыста болған іс-әрекеттерін жасаса, ал қалған жырлары оның жан серігі Исатай Тайманұлы туралы айтылған. Махамбет Өтемісұлы қазақ халқының азаттығын көксеген күрескер ақын. Исатай батыр бастаған көтеріліс кемеңгерінің бірі. Жастайынан шешендігімен, ақындығымен көзге түскен. Махамбет Өтемісұлы патша үкіметінің отарлық саясатын жүзеге асырушы Ақсүйек сұлтандарға қарсы шықты. Өз өлеңдерінде бостандықты, әділдікті, батырлықты жырлады. Өзін сырлы жебеге теңей отырып, тағылымы мол, өсиетке толы тарихи жырларды қалдырды. Алдына айқын мақсат қойып, елінің әлеуметтік жағдайын нығайтқысы келді. Кемеңгер қолбасшы, өршіл ақын ретінде тарихтан биік орын алады. Түсінді қоя балалар? Енді біз келесі тапсырмамыз фишбон әдісі бойынша болады. Сіздер осы балық қаңқасына Махамбет кім деген сұраққа жауап беру арқылы осы параққа түсіретін боласыздар. Айта кету керек, бұл сабағымыз қазақ тілі әдебиеті оқулығы бойынша үлкен тақырыбы бұл жерде үлкен модуль тарихи тұлғалар тақырыбы деп аталады. Үлкен 7-ші тақырып бұл. 7-ші тақырыпты тілдік бағдарымыз демеулік жолдар. Жақсы. Болды балалар, жауабымызды бастайық. Бірінші топтан бастайық. Баста берейік қыздар. Бағдардан бері бірнеше ақпарат берілді. Махамбет Өтемісұлы туралы мектеп бағдарламасынан да білеміз біз. Жазғы бермегендеріңізді ауызша айтсаңыз. Ауызша айта берсеңіздер болады, толықтырып. Махамбет Өтемісұлы ақын, жыршы, қазақ хандығының соңғы жырауы, күйші, композитор және де қоса беріңіздер. Топтаушымыз қой. Махамбет Өтемісұлы ақсүйектерге қарсы шыққан. Оның өлеңдері тек батыр жырларына арналған жыраулар. Жақсы. Екінші топ, сәл. Біздің біріншіден Махамбет батыр және де ақын болған өзіміз білетіндей. Одан кейін Махамбет ең бірінші әділ басшы, одан кейін жыршы. Исатайдың серігі екенін барлығымыз білеміз, себебі өздерінің жырларында Исатайға арналған жырлары да бар. Сонымен қатар бізде ержүрек батыр болғанымен Исатай басшы тағы да бір қабілеті ол кісі күйші және елдің ең мақтанатындай батырдың басшысы, күйші. Жақсы. Келесі неге күйші шығармады. Үшінші топ. Үшінші тез келе отырды. Қайталанбайтын дүниелер болса, тағы Махамбет туралы жан-жақты ашып отырсақ. Махамбет Өтемісұлы бұл кім? Бұл бізде қазақтың әуезді жырауы, Күйші композитор. және де Исатай Тайманұлы басқан көтерілістің негізгі қалаушысы болған. Дұрыс. Және де ол қазақ хандығының батыры, жырауы. 1804 жылы дүниеге келген Бөкей ордасында, қазіргі Батыс Қазақстан облысында. Батыс Қазақстан облысында. Махамбет атында не бар Батыс Қазақстан облысында, Қазақстанда бар. Театрлар бар, көшелер бар, мұражай бар деген сияқты. Аудан бар, Махамбет ауданы. Жақсы. Жақсы. Келесі тапсырмамыз деп балалар. Сөздікпен жұмыс тапсырмасы. Мұнда кезде де өздеріңіз көріп тұрғандай, қобалжу, илану, күдік, көмескілік, жүдамал сөздерінің синонимдерін
әрқайсыларыңыз өздеріңіздің топтар журнасына стикерлермен келіп жауабын жазуға жазып кетесіздер. Бұған 2 минут беріледі, балалар, тездетеміз. Және әр топтан 1-2 оқушы келіп, өздерінің жазғандарын түсіндіріп кетсе болады. Бұл кітап бойынша айтып отырмыз, бұл 5-ші тапсырма. Бұл оқулық бойынша 5-ші тапсырма. Жақсы, синонимдер. Қазақ тілі синонимдерге бар. Жақсы білесіздеріңіз. Сөздікпен жүргізуге. Ерген сөздер мән ашып қойып. Қобалжу дегеніміз толқу, е? Жақсы, тағы деп біледі. Обу. Қатырас. Иланус, сену, нану. Илану, жақсы. Синонимі квантиттің. Жақсы. Көмескілік ол күнгіш. Күнгіш деген иә, келеді. Ең соңғы сөзімізді дамал, ол яғни күмәнді және белгісіз. Нақты емес деген мағынада. Шындық пен өтіріктің ортасындағы белгісіз деген. Жақсы. Екінші топ? Кезектегізі. Жаңа айтылған сөзді қайталамай, басқа нұсқаларыңыз болса? Турасын деп, тағы да бар ма күнде? Қобалжу бізде толқу деген мағына еді. Сенімсіздік, күдік сенімсіздік. Илану, сенім. Көмескілік дегеніміз күнгірлік, сонымен қатар дүдамала дегеніміз нақты емес деген мағынада. Жақсы. Үшінші топ қыздар. Дүдамал, сенімсіздік деген мағынаны білдіреді. Илану, нану, сенімді білдіреді. Күдік дегеніміз шүбә. Шүбәге тұру, е? Күмәскілік күн көріс, яғни тұру жағдайда білдіреді. Жақсы. Енді біздің үшінші тапсырмамыз келесі айдар бізде WordWall жүйесі арқылы жасалынған адасқан әріптер айдары сіздер алдын ала QR-лап алдыңыздар. Осы жерде бағдарламаның ішінде бізде адасқан сөздер бар. Осы адасқан сөздерді біз қайсы топ дұрыс құрастырып, дұрыс көп ұпай жинайды. Осыған байланысты біз жеңімпаз топты анықтайтын боламыз. Сіздердің нәтижелеріңіз менің ұялы телефонымда көрініп тұрады. Өздеріңіз көріп тұрсаңыздар, балалар, бұл ұяшықтардың ішінде тек қана Махамбет Өтемісұлына қатысты ақпарат емес, Махамбет Өтемісұлы туралы жазған ақындар, жазушылар және шығармалардың аты келтірілген. Осының ішінде біз, балалар, Қарабой әңгімесінде енгізген болатынбыз. Тәкен Әлімқұловтың адасқан әріптердің ішінде Қарабой әңгімесі де бар. Яғни бұл жақта бізде бұл әңгімеде көтеріліс туралы, халықтың басынан өткен қиыншылықтар осы шығарманың ішінде келтірілгендіктен мен сіздерге осы Қарабой әңгімесін ұсынған болатынмын. Ұялы телефонға жібересіздер, е? Солай ғой. Сол арқылы тексеріп, сосын келесі сабақта осының қорытындысын, нәтижесін қабылдайтын боласыз. Менде QR-кодта белгіленіп тұрады, қай топ қалай жасағандығы. Жақсы. Көп рахмет. Енді рефлексия. Ашық микрофон әдісі. Ашық микрофон әдісі. Сіздер сабақтан қандай әсер алдыңыздар, сабақта өздеріңізге не ұнағандығын ашық микрофон, яғни ойларыңызды еркін орындарыңызда тұрып айтсаңыздар болады. Бірінші топтан бастайық. Қысқа, е? Жақсы. Сабақтан қандай әсер алдыңыздар? Қай әдіс ұнады? Ой қозғау әдісі болды. Бірінші әдістерді қолданды. Фишбоун әдісі болды, сұрақ жауап әдісі болды. Дәстүрлі әдістерлер, е? Тағы да. Кәнекей? Бұл сабақта біз Махамбет Өтемісұлы жайлы мәліметтер білдік. Толыққанды деп айтсам болады. Және білмегенімізді осы жерде толықтырып, өзі жұмыс жасаттық десеңіз де болады. Сөздікпен жұмыстардың не болады, не айтуға болады. Синонимдер сөздігі бар, болды. Жалпы сабақ барысында ең алдымен маған фишбоун әдісі өте қатты ұнады. Себебі ол жерде біз Махамбеттің кім екендігін толық біле алдық. Және де адасқан әріптерде біз 8-ші сыныптың нақты қандай әдебиет шығармалар оқытатынын біле алдық. Жақсы, рахмет. Маған ең бірінші бізге Өтемісұлы туралы жаңағы ақпараттар ұнады. Сонымен қатар бүгін біз еңбек шылауды не екенін үйрендік. Сол ақпараттармен қамтылды. Одан кейін бізге берілген тапсырмалардың арасынан сөздіктермен жұмыс жасағанмады. Себебі әдебиеттің біз білмейтін де көптеген сөздері бар, соларды танып білдік. Біз сабақтан өте керемет әсер алдық. Себебі біз топпен жасау жұмысымыздағы көптеген мәліметтерді өзімізге бойымызға сіңдіріп,
онымен жұмыс жасай алдық және Сабақ ұнады ма? Жалпы ұнады, иә. Екіншісінде бізде сабақта өзімізге не ұнады? Бұл жерде бізге фишбол мәнісі ұнады. Негізі барлық әртістер ұнады, себебі барлық әртістерде неше түрлі қызықты ойындар да болды. Өзіміздің көптеген білмейтін сұрақтарымызға жауап іздеп тауып алдық. Және де бастапқы тақырыпта демеулік шылаудың ережесін өтіп кеттік, және де оны неше түрге бөлінетінін, және де олардың жалғауларын барлығы өткеніміз қабылдады. Соны байланысты үйге тапсырма бересіз, демеулік шылауға байланысты. Бізге үйге тапсырма балалар, келесі сабаққа Махамбет Өтемісұлы біздің замандасымыз болса деген тақырыпта демеулік шылауларды пайдаланып эссе жазып келетін боламыз балалар. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнағанына қуаныштымын. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.